Уақ руынан шыққан ұлы тұлғалар. Уақ елі орта жүз құрамындағы ру. Тарихи деректерге сүйенсек, Шыңғысхан әскеріне өз еркімен қосылып, Қытай мен Хорезмді жаулап алуға қатысқан Оңғыт тайпасының ұрпағы. Дәстүрлі мекені Қазақстанның солтүстігі, шығысы мен орталығы. Ұраны жау басар, таңбасы Ашамай. Сонымен, уақтан шыққан ұлы тұлғалар кім? Абылай ханның ақылшысы. Алайда ханның қаһарынан аяқ тартпай, кемшіліктерін жырлаған ақын Тәтті Қара жырау. Батыстан шабуылдаған қалмақтармен, Маңғыстауды шапқан түркмендермен және шығысқа баса көктеп кірген жоңғарлармен күрескен қолбасшы Бармақ батыр. Бар өмірін қазақ даласын азат етуге арнаған әйгілі қаһарман. Талай шайқастарда жоңғар әскерін талқандап, тіпті Қытай жасақтарымен де соғысқан. Абылай ханның ерекше құрметіне бөленген жауынгер Баян батыр. Ұлы Отан соғысында 200-ден астам фашистің көзін жойып, 29 танкты істен шығарған Кеңес одағының батыры Амантай Дәулетбеков. Социалистік еңбек ері, Қазақтан шыққан тұңғыш механизатор Амангелді Исақов. Абайтану ілімін ғылыми тұрғыда негіздеген ғалым, шәкәрімтану және алаштану ғылымдарының негізін қалаушы Қайым Мұхамедханұлы. Физика және математика ғылымдарының докторы, сондай-ақ халықаралық ғарыш станциясының құрылысына атсалысқан Өмірзақ Сұлтанғазин. Қазақтың көрнекті режиссері әрі актері және Қазақстанның халық әртісі Бәйтен Омаров. Қазақстанның екінші премьер-министрі. Алайда елбасының саясатымен келіспей, қызметінен өз еркімен кетіп, ұзақ уақыт оппозицияда болған қайраткер Әкежан Қажыгелдин. Сондай-ақ еліміздің еңбек сіңірген спорт шебері және бокстан әлем чемпионы Дина Жоламан. Осылай тұлғалардың есімін тізіп айта беретін болсақ, тізім ұланғайыр болмақ. Сондықтан хронометраж созылып кетпес үшін барынша шағындауға мәжбүрмін. Десек те, аталған тұлғалардың бәрі қазақ екенін ұмытпаңыздар. Келесіде қай рудың тұлғалары жайлы баяндайын. Пікіріңізді жаза кетіңіз. Сондай-ақ парақшама жазылуды ұмытпаңыз.